Сәлем достар, бүгін сіздермен өте керемет шығатын восточный пахлаван рецептімен бөлісетін боламын. Ол үшін ең алдымен тестамызды дайындап аламыз. Оның үстінен қопсытқыш қосып, және де сары майымызды қосып, жақсылап қолымызбен мыржып, үкітіп шығамыз. Енді әрі қарай үстінен жұмыртқамызды саламыз, шым-шым тұзымызды және де қаймағымызды да салып, араластырып, қамыр қылып илейміз. Қамыр қылып илеп алғаннан кейін осы қамырымызды пленкаға салып, бөлме температурасына 20-30 минутқа қойып қоямыз. Одан кейін начинкамызды дайындаймыз. Орехтің үстінен қантымызды салып, араластырып аламыз. Орехті міндетті түрде блендерден өткізіп алыңыздар. Енді демалып алған қамырымызды теңдей етіп 5-ке бөлеміз. Одан кейін осы 3 қамырымыздан азғантайдан алып шығамыз теста, одан кейін 2 қамырдың үстінен теңдей етіп бөліп қоямыз. Сонда бізде 2 қалың қамыр болады. Ол 2 қалың қамырымыз біреу астына, біреу үстіне болады, ал жұқа үшеуі ортаңғы қабаттарында тұратын болады. Дәл осылай оқтаумен жайып аламыз, ешқандай да ұнды пайдаланбай. Одан кейін формамызды дайындаймыз. Формамыз менде 15-20 сантиметр. Ішіне қағазымызды видеодағыдай етіп салып, қамырымызды ішіне саламыз. Қамырымызды салып алғаннан кейін барып, қыздар жан жағына кішкене жетпей тұрса, қолмен қатты соза бермеңіздер. Егерде қолмен соза берсеңіздер, ол жыртылып кетеді. Егерде үстінен осылай орехты начинкамызды салсақ, одан кейін видеодағыдай етіп, ары қарай бұрыш-бұрыштарына жеткізіп созатын болсақ, өте оңай созылады. Қамырымыз өте жұмсақ болғандықтан. Сондықтан ешқандай да қорықпай видеодағыдай етіп істей беріңіздер. Ең астына қалың қамырды жайып салғаннан кейін барып, енді әрі қарай орталарына 3 кішкентай қамырымыз болды ғой, соларды тәл видеодағыдай етіп рет-ретімен қойып шыға бересіздер. Мені байқасаңыздар, тағы да жан жағына жетпей қалды. Оны созбайсыздар. Ортасына начинкамызды қазір салып, начинканы салып болғаннан кейін барып, начинкамен бірге бұрыш-бұрыштарына қамырымызды итереміз. Сол кезде өте оңай, тез жайылып, жан жағына қамырымыз жететін болады. Дәл видеодағыдай етіп жасай беріңіздер. Еш қиындық жоқ. Өте оңай жайылынады, өйткені қамырымыз өте жұмсақ болып шығады. Барлығында рет-ретімен жасап болғаннан кейін барып, ең жоғарғысын дәл осылай орехымыз көрінбейтіндей етіп жауып шығамыз. Одан кейін жұмыртқамен сылап шығамыз. Одан кейін барып пышақпен өзімізге ұнайтын форманы жасап шығамыз. Қаласаңыздар ромбик ретінде жасап шықсаңыздар болады. Мен квадратный ретінде жасап шықтым. Одан кейін үстінен орехымызды басып қойып шығамыз. Одан кейін қызып тұрған пеште 180 градуста 15 минут духовкаде пісіріп аласыздар. Одан кейін үстінен осы сызып шыққандардың барлығында пышақпен кесіп аламыз. Пышақпен барлығында кесіп болғаннан кейін барып, сары майымызды ертіп үстінен құйып аламыз. Кесілгендердің арасын барлығына да кіретіндей етіп қасықпен құйып шығасыздар. Сосын қайтадан қызып тұрған пеште 180-170 градуста 45-40 минуттай пісіріп аласыздар. Пахлавамыз піскеннен кейін барып, сиропымызды дайындаймыз. Судың үстінен қантты салып, араластыра отырып, газде 1 минут қайнатамыз. 1 минут қайнатып болғаннан кейін 1 қасық медымызды салып, жақсылап араластырып аламыз. Одан кейін піскен пахлавамыздың үстінен әдемілеп құйып шығамыз.
Сироптың барлығында құйып болғаннан кейін 4 сағатқа бөлме температурасына қалдырып қоямыз. Сол кезде пахлаваға сироп сіңіп өте дәмді болып шығады. Осы рецепт бойынша міндетті түрде жасап көріңіздер. Сіздердің көңілдеріңізден шығатынына сенімдімін. Осы рецепт бойынша біз тапсырыстарға жасаймыз, өте керемет болып шығады. Және де Алла қаласа тапсырыстарға жасап жүрген бөректің, Наполеонның, медовыйдың, пирожнойлардың рецепттерін беретін боламын. Сол үшін міндетті түрде менің парақшама тіркеліп алыңыздар. Барлығы да менде шынайы рецепттер. Және де достар, егерде осы рецепттер бойынша жасап жатсаңыздар, менің жаңадан ашқан инстаграм парақшама фотоотчет, видеоотчет жіберсеңіздер қуанып қалушы едім. Алдыңғы парақшамды бұғаттап тастады, сондықтан жаңадан ашқан парақшамның сілтемесін астына жазып қалдырамын.